Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Желіде жалған ақпарат тарады. Желіде зейнетақы төлеміне қатысты жалған ақпарат тарады. Министрліктің мәліметінше, бейнероликтер deepfake техникасы арқылы жасалған ақпарат таратылып жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әкімшілік желілер мен бейнесторттың қарастырылып жатқан зейнетақы төлемінің 20%-ын ұстап қалу туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейтінін айтты деп хабарлайды Айкон.ка сайты. Министрліктің мәліметінше, бейнероликтердің deepfake техникасы арқылы жалған ақпараттар таратылып жатыр. 2026 жылы 1 қаңтардан бастап базалық ынтымақтастық, яғни Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің аталған инфляциялық деңгейіне сәйкес 10%-ға артқан. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2023 жылдан бастап бері 5 жыл ішінде базалық зейнетақы ең төменгі мөлшері күнкөріс деңгейінен 70%-ға, ал жоғарғысы 120%-ға дейін кезең-кезеңмен ұлғайтылған. Биыл 1 қазаннан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35.596 теңге, ең жоғарғысы 60.005 теңгені құрады. Ведомство азаматтарға тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды, әрі жалған ақпарат таратқаны үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілікке қарастырылатынын еске салды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.